Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Подписация батырмасын басып, видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бүгінгі топтамада әйел жақсы болса, еркек қартаймайды деген тақырыпта кішігірім әңгімені тыңдай отырыңыздар. Әйел нәзік, әйел әлсіз, әйел сезімге жақын жаратылыс. Дегенмен, әйелге басқа ешбір тіршілік иесіне бұйырмаған аса құрметті, аса маңызды лауазым берілген. Ол күйеуінің ризашылығын алып, оның көңіліне тыныштық сыйлайтын салиқалы жар болу, балаларының панасы, қорғаны болатын ана болу бақыты. Әйел адам үшін бұдан артық ардақты қызмет, бұдан асқан бақыт жоқ. Ер адамның басын төрге де, көрге де сүйрейтін әйел. Әйел адам жақсы болса, ері қартаймайды, себебі әйел үйдің берекесі. Ал үйінде берекесі жоқ ердің түзде тірлігі дұрыс болмайды. Ал нағыз ақылды, парасатты әйелдің үлгісін көрсеткен мына бір керемет оқиғаға көз жүгіртіңізші. Бір күні Асма бинт Язид, оған Алла разы болсын, пайғамбарымызға келеді де: «Я Алланың елшісі, сен маған ата-анамнан да артық қымбатсың. Мен саған барша мұсылман әйелдердің атынан келіп тұрмын. Анығында сен еркектерге де, әйелдерге де ортақ болып жіберілген Алланың елшісісің. Бізді мазалайтын бір нәрсе бар. Біздің, яғни әйелдердің көп уақыты үйде өтеді. Біз күйеуіміздің разылығын іздейміз, бала сүйіп, ұрпақ жалғастырамыз. Ошағымыздың түтінін түтетіп, күйеуіміздің дүние мүлкіне бас көз боламыз. Соған қарамастан, біз жасай алмайтын кейбір амалдарды еркектері жасайтындығы үшін, олардың Алладан алатын сауаптары бізден асып кетеді. Олар күнделікті 5 уақыт намаздан бөлек жұма намаздарына қатысады. Науқастардың көңілін сұрап барады. Жаназа намаздарына қатысады. Қажылық парыздарын өтеп құрбан шалады. Олар сондай сауабы мол амалдарды жасап жатқанда біз үйде қаламыз. Олардың бала шағасына қарап киімдерін тігеміз. Біз осы үшін олардың алып жатқан қыруар сауаптарының бір үлесін болса да ала аламыз ба? Деп сұрайды. Бұл сұрақты естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына қарап: «Сендер бұдан артық сұрақ қойған әйелді бұрын соңды көріп пе едіңдер?» дейді. Сахабалары: «Я Алланың елшісі, әйел адам осындай сұрақ қояды деп ешқашан ойлап жүрген жоқ едік», дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Асмаға радиаллаху бұрылып: «Мен жақсылап тыңда, мұны өзге әйелдерге де жеткіз. Егер әйел адам күйеуіне бойсынып, оның үйдегі тірліктерін жасаса, көңілін тойдырып, оны разы етсе, онда ол Алла жолында құлшылық етіп жүрген күйеуі секілді сауаптарға ие болады», дейді. Мұны естіген Асманың жүзінде ерекше қуаныш, шаттық пайда болған еді. Көңілі көтерілген, ол кетіп бара жатып қайта-қайта: «Ла илаха иллалла, Алладан басқа құдай жоқ, Аллаху акбар, Алла ұлық» деумен болады. Сонымен қатар, жалпы алғанда үйлену оңай, үй болу қиын дейтін халықпыз ғой. Оңай мен қиын, ауыр мен жеңіл, ақ пен қарадан тұратын өмірде шаңырақты шайқалтпай ұстау үйленген екі жасқа ортақ міндет. Дегенмен үйдің берекесін келтіретін әйел затына артылатын жүк ауыр. Халық арасында қалған мына бір өсиет сөздердің келіндерге пайдасы зор болар. Қанағатшыл бол, жұбайың үйге не алып келсе де, оны жақсы көңілмен қарсы ал. Бақытты өмір сүрудің бірден бір жолы өз жағдайыңа тәубешілікпен қарап, барға қанағат ету. Үй болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Ондай жағдайда отағасы ашу шақырып, қаһарына мінбей өзіне сай ұстамдылықпен
ал әйел баласы өзіне тән нәзіктік пен сыпайылығын сақтап мәселені бейбіт шешулері қажет. Жұбайыңның айтқандарын екі етпей орындауға тырыс. Үй ішінің тазалығына көңіл бөл. Ер азаматың жұмыстан шаршап келгенде оның бар жағдайын жасауға дағдылан. Әдемі болып, әдепті жүргенде артық етпейді. Жұбайыңның тамағын уақытында әзірле. Ол үйге келген кезде астың дайын тұруы маңызды. Есіңізде болсын, қарны аш адам ашуланшақ келеді. Жұбайыңның мал-мүлкіне, жиған-тергеніне абай бол. Оларды ұқыптылықпен сақта. Артық сөз, артық тамақ, артық ұйқыда ысырапқа жатады. Тіпті уақыт пен денсаулықтың қадірін білмеудің де зияны мол. Жұбайыңның ата-анасын, туғандарын, жора жолдастарын сыйла, өз туысыңдай көр. Отағасының разылығы үшін оларды құрметтей біл. Жұбайыңның сырын, үйдегі болған жайттарды өзгелерге де айтудың қажеті жоқ, одан аулақ бол. Үй сыртында кісі бар дегенде өзіңе құпия түрде айтылған әңгіме өзгенің ойымен араласып, отбасы тыныштығына зардабын тигізуі мүмкін. Кез келген істі қолға алғанда жұбайыңмен ақылдасқаның дұрыс. Бұлай болмаған жағдайда араларыңда түсінбеушілік пайда болуы мүмкін. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер ұнап жатқан болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, тыңдағандарыңыз үшін назарларыңызға рахмет.